исламда пайғамбарыбыздың сахабаларының заманынан кейін шыққан дин бұзарларда болған. Пайғамбарыбыз менен өзінің заманында қоша шығып, мен деле пайғамбармын деген Мусайлиматул Каззаб деген болған. Пайғамбардың көзінің тиреусінде мен де пайғамбармын деп пайғамбарлықты талашып шыққан адам болған. Бүгін ақыр заман жақында паратқанда, бүгінгі күнде мен молдамын, мен дин илімін білем деген бар еле таза болып қалады дейсіз бе? Пайғамбардың көзінің тиреусінде пайғамбарды талашқан адамдар болса. Бүгінші қияматқа шейін ошондай каззаптар, даджалдар, жалғаншылар шыға береді. Так ушу динди айтып, мен алыммын, мен молдамын деп шыға береді. Қияматқа шейін. Башқа елдерде шығып келген, бізде де шыға береді. Дин маалыматын, бір туғандар, дин маалыматын алу өте адамды ойландыра тұрған, так, тура, пайғамбарымызға чын жері жетіп барған ғана тармақтан білім алыш керек. Ошол пайғамбардың заманынан кейін, сахабалардың заманынан кейін дин бұзарлар шыққанда, елдің бардығы кімді ершіп аларын білбей қалған кезде, біздің бұл төп арада, арабтар жақта емес, біздің Орта Азия, бұл Иран, бардығын бер жаққа қошылып шыққан өзіміздің имам Мухаммад Матуриди деген адам болған. Имаму Ахлі Сунна. Бұл тармақтағы біздің Ахлі Сунна ол жамааттың имамы болған. Ошол киши ақида мәселесін жанағындай дин бұзарлардан ажыратып, тақтап, мына пайғамбардың түшінген ақидасы, сахабалардың түшінген ақидасы, қарманып келген ақидасы деп, бізге ушул өзіміздің төп арадағы шыққан ушул бұзықлардан тазалап, анан тура Құран, сүннет менен келген ақиданы бізге түшіндіріп берген. Өзінің заманындағы шыққан бүтін илимдерді білесізді, мұсылмандардың учурында ушул тарапта шыққан ал учурдағы философтар болған, нечен деген математиктер болған, нечен деген өзі қайсы илим ошол учурда өнүгүп аткан болса, мейлі медицина болсын, мұсылман алымдары болған. Алардың ақидасына ошентип қарап, қорғап, Құран сүннетке тууралап келген имам Матуриди болған. Біз Орта Азия бары мұсылмандар имам Матуридинин айтқанына қарманып, Құран сүннеттегі ақидабызды тууралап келгенбіз. Алар улам заманы ошол сахабалардың табииндерин, табииндерин заманына жақын болғандықтан ақиданы тура бағытта берген. Біз айтабыз, biz Orta Азия Ханафи мазхабы фиқ бойынша. Ақидада біз Матуридибіз. Тегіл тарапта, арабтар тарапта имам Аш'ари деген шыққан. Ал кишиде ушул ишти кылган. Экөөбү бир заманда болгон. Бир заманда бул тарапта да, ал тарапта да ушундай дин бузукулары чыккан кезде динди коргоп калган алымдар болгон. Ошол менен ушул күнгө чейин жакшынакай болуп эле канча 100 жыл бою. Мана 1200 жыл, 1300 жыл, өзү пайгамбар өткөндөн бери 1440 жыл өтсө. Мазхаб ээлери Имам Азам рахматулла алейх 80-нчи жылы төрөлүп, 150-нчи жылы өлүп атат. Сахабаларды көргөн адам. Ошол кишинин акыйдасы менен, ошол кишинин фиқ мазхабы менен келатып, алардай кылып ким Куранды түшүнө алат? Алардай болуп ким хадисти түшүнө алат? Кайсы шалапай көкрөгүн кагып чыгалып мен Абу Ханифадан жакшы түшүнөм дейт. Бұл ақылға сыйбаған иш бұндай сөз, еш бір дәлелі су кешпеген бір сөздерді айтышады. Бирок бүгін біздің қоғамымызда шондай адамдар пайда болды. Абу Ханифа бір киши болгондо ким болуп тур? Имам Матуриди деген ким болуп тур? Ал кийин чыккан сахабалардын учунда болгон эмес да деген сөздөрдү айтып атат. Кыргызстандын ичинде кандай гана топтор пайда болбосун, дини жамааттар болуп кетсе да башка болсо дагы, өзүбүздүн ал жамааттар качан чыккан, кандай болгон тарыхынан бери жакшы билебиз. Биздин мазхаб уламалары Имам Азам рахматулла алейх 150-нчи жылы өлүп атса, быйыл 1440 жыл болсо, 150 жыл алып таштаңыз. 1390 жыл мурун болуп атат Имам Азам рахматулла алейхтин өткөнү. Ошондон ушул заманга чейин алардын урматы белгилүү болгон, ким экени белгилүү болгон. Ар бир мазхабта, 4 мазхабтын ичинен ар бир мазхабта ушундай 1300 жыл аралыгында нечен деген муштахид адамдар өткөн. Ошолордун бардыгы келесобу мазхаб кармагандар.
Құран сүннет пайғамбарымыздың мына бүгінгі күнде күтібі ситта дейбіз 6 китеп ең чоң белгілеу. Андан дағы шығарқанша деген хадис китептері бар. Алардың бардығы мазхаб қармаған алымдар болған. Шу белгілі болған Сахих Муслимдің иесі имам Муслим, имам Бухари, имам Абу Дауд, имам Ибн Маджа, имам Тирмизи, имам Малик Муаттаның иесі. Бұлардың имам Насаи біздегі азыр жер бетінде қолуыздағы бар хадис китептердің иесі болған, хадисте ушул күнге жеткіріп келген адамдар мазхаб қармап келген. Алардың бардығы келесі орны динден шығып кеткен дейбіз бе? Бүгінлі біреулер шыға қалып мазхаб деген бұл бидат. Анан жанағы ақидауызды бізге жеткіріп туралап келген ошолардың жолымен келген имам Матуриди менен имам Ашарини бұлар бүгін ахли сүнна вал жамааттан оуп кеткен деп динден шығарып отыр. Ешқандай тартынбастан тұрып біз айтабыз, біз Орта Азия халқы илгертен қанша қылым бойы ата-бабаларыбыздан бері жақшынақай өз-өздің алымдарыбыз болған, пайғамбарыбыздан бері олап келген ақидабыз шу Матуридия ақидасында. Аны біз Матуридия менен Ашари ақидасын біріктіріп, Ахлі сүнна вал жамаа ақидасы дейбіз. Бұл сөз бүгін көбейе баштады. Мұрын мұны арабча китептердің арасында болчу, алар айтат эле. Матуриди менен бұл Ашарилер Ахлі сүнна вал жамааттан четтеп баратқан, минтіп айтқан, антып айтқан деп арабча китептерді чиле. Бүгін қырғызша китептерді шол пикір жайылып отыр. Мазхаб қармаған бұл болбойд, сахабалар мазхаб қармаған емес, бұл бидат деп. Сахабалар пайғамбардың жанында жүріп, түзме-түз Құран менен хадистен өкім алып, түз-түшін кет албағаннан кейін, бүгін ким чыга қалып елем мен Құран менен хадистен түз өкім алам дейді? Ким? Ушунча 4 мазхаб уламаларының 1300 жылдық тарихын 100 жыл, 200 жыл болды, біреулер чыга қалып мазхаб қармаған болбойд, біз Құран менен хадистен өкім алабыз деп чыга. Қырғыздарда шондайлар пайда болып қалды. Мазхаб қармабайбыз десе, Матуриди емес, біз ақидада бұл Матуриди адашқан десе, біле беріңіз. Бұл біздің елдегі шығып атқан бір бұзықылық.